Сәлем достар, сендермен Дольф. Және бүгінгі видеода мен сендерге өзім бала кезімде көрген сүйікті мультфильмдерім туралы айтамын. Ал видеоны бастамастан бұрын каналыма тіркелейік, видеоға лайк басайық және комментарий жазайық. Ал біз кеттік. Каролина в стране кошмаров. Қорқынышты түстер еліндегі Каролина бұл 2008 жылы Лайка киностудиясында Нил Гейманның Каролина атты повестінің сценарийімен түсірілген қуыршақ мультфильм. Мультфильмде Каролина деген қыз өмірден түңіледі, бірақ ол өз үйінде құпия есік тауып алады. Ал оны ашып сол арқылы өткенде қарама-қарсы әлемге тап болады. Ол әлемде бәрі көңілді, мейірімді, мінсіз болды. Бірақ ол әлемнің жаман салдары да болды. Каролина өз әлеміне қайтқысы келді, бірақ ол әлемдегі Каролинаның отбасы оны қайтадан өз әлеміне жібермей қояды. Бірақ Каролина оларды жеңіп өз әлеміне қайтады. Келіншек мәйіті Тим Бёртонның және Лайка киностудиясының 2005 жылы шыққан мультфильмі. Оқиға 19 ғасырдағы еуропалық ауылда өтеді. Басты кейіпкер жас жігіт Викторды қараңғылық күштері жер асты әлеміне сүйреп апарып, жұмбақ келіншек мәйітін үйленеді. Ал оның шынайы қалыңдығы Виктория тірі әлемде өзінің күйеу жігітін күтеді. Өзі өлі патшалыққа өмір сүру әдеттегі викториандық өмір салтынан әлдеқайда қызықты болып көрінгеніне қарамастан, Виктор өз махаббатын ешқандай баламалы әлемге айырбастамайтынын түсінді. Паранорманың қорқынышты түстер еліндегі Каролина және келіншек мәйіті мультфильмдерін жасаған атақты Лайка киностудиясы шығарған тағы бір 3D қуыршақ мультфильм. Оқиғалар Брит Холлоу деген шағын қалада өрбіп, елестерді көріп, олармен сөйлесе алатын Норман есімді баланың оқиғасы туралы көрсетіледі. Ежелден келе жатқан қарғыс салдарынан қалаға тіреген өліктер шабуыл жасайды және өзінің ерекше қабілетінің арқасында бәрін Норман ғана құтқара алады.